Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен бір таңбалы сандарды онға толтырып, қосу мен азайтудың оңай тәсілін үйренетін боламыз. Алдымен балалар менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Ал енді мұнда балалар 0-дан 10-ға дейінгі сандар жазылған. Енді осының ішіндегі 0-дан 9-ға дейінгі сандар мен 10 санының қандай айырмашылығы бар? Қараңдаршы. 0-дан 9-ға дейінгі сандар бір таңбадан тұрады екен. Демек, бұлар бір таңбалы сандар деп аталады. Бірліктер. Ал енді 10 саны 2 таңбадан тұрады екен. 0 бірліктен және 1 ондықтан тұрады. Сондықтан оны біз ондықтар дейміз. 10-нан 99-ға дейінгі сандарды біз ондықтар дейміз. 2 таңбадан тұрады екен. Осыған дейін балалар сендер 10-ға дейінгі сандардың құрамын және 10-ға дейінгі сандарды қосып азайтуды жақсы меңгеріп алдыңдар. Бүгін біз сендермен осы бір таңбалы сандарды қосып азайтудың оңай тәсілін үйренетін боламыз. Ол үшін біз алдымен 8-ге 5-ті қалай қосамыз? Соны түсіндіретін боламын. Қараңдар балалар. 8 көк дөңгелек. Енді мына 8-ді біз 10-ға толтырып алуымыз керек. Неге? Өйткені 10-ға кез келген санды біз оңай қоса аламыз. Мысалы, 10-ға 2-ні қоссақ, 12 болады, е? 10-ға 5-ті қоссақ, 15 болады. Сол сияқты 10-ға 6-ны қоссақ, 16 болады. Өйткені кез келген санға 0-ді қосқан кезде сол санның өзі шығады екен. 1 ондыққа 0 бірлік. 1 ондық 0 бірлікке 2 бірлікті қосамыз. Бірлікке бірлікті қосамыз, 2 болады. 1 ондықтың өзін жатамыз. Сонда 12. 10-ға 5-ті қоссақ 15, 10-ға 9-ды қоссақ 19. Енді мұнда 8-ді 10-ға толтырып алуымыз керек. 8 10 болу үшін бізге неше жетпеді екен? 2 қызыл дөңгелек. 2 қызыл дөңгелекті қосқан кезде 10 болды. Міне мұна 5 қызыл дөңгелектің 2 қызыл дөңгелегін біз 10-ға толтырдық. Енді қалған үшеуін біз астына жазамыз. Ол міне 5-тің біз 2 қызыл дөңгелекті үстіңгі жоңғылға алдық. Қалған үшеуін екінші жағына 5-тің жаздық. Енді 8-ге 2-ні қоссам 10 болады. 10-ға 3-ті қоссам 13 болады екен. Бізге 10-ға толтырып барып қосу өте оңайға түседі екен. Енді кез келген мысалы тағы бір сан жазайық. 7 қосу 6 дейік. Тең. 7 саны 10 болу үшін бізге қанша сан жетпейді? 7-ге қандай санды қосқанда 10 болады? 3-ті қосқанда 10 болады екен, е? Міне 6 санының 3-ін алдық. 6-дан 3-ті алсақ, екінші жағында қанша қалды? 3 қалды. Енді 7-ге 3-ті қоссам 10 болады. 10-ға 3-ті қоссам 13 шығады екен тағы да. Енді азайту амалын көрейік. Азайту амалы. 13 санынан біз 13 санынан 5-ті азайтайық. 13 санынан 5-ті қалай азайтамыз? Бұл жерде де 13 саны 10 болу үшін біз 13-тің нешесін аламыз? 3-ін аламыз, е? 3-ін алып тастаймыз. Міне мұна 1, 2, 3 дөңгелекті алып тастаған кезде бізде 10 дөңгелек қалды. Мына жерде 10 деген сан қалды. Мына 3-ті азайттық. Ол 3-ті біз мына 5-тен аламыз. 5-тің 3-ін алдық. Енді 5-тің қаншасы қалды? Жаңа қызыл дөңгелектің 2-еу қалыпты. Бұны екінші жағына жазамыз. 2. 13-тен 3-ті аламыз. 10 болады. 10-нан қалған 2-ні азайтамыз. 8 болады екен.
Енді 13-тен, жарайды, 14-тен 7-ні алайық. 7-ні алайық. Алып көрдік. Мұнда 4 деген сан тұр. 14-тің қандай санды алған кезде 10 қалады екен? 14-тен 4-ті алған кезде 4 болады. 10-ны біз 7-ден аламыз. 7 санынан 4 аламыз. 7-ден 4 алған кезде бізде қаншасы қалды? 3 қалды. 14-тен 4 аламын. 10. 10-нан 3 аламын. 7 қалады екен. Жақсы балалар, бүгін біз сендермен бір таңбалы сандарды дөңгелектеп қосуды, ондыққа толтырып барып қосуды үйрендік.